Ал Жандос, мұғалімсің ғой, иә? Иә. Ұстаз, Иә. педагог. Қайсысы дұрыс негізі осы атаулардың? Жақынырақ. Ұстаз ғой әдемі. Ұстаз, иә? Әдемі істеді, иә? Ұстазым, менің ұстазым. Ағартушы десе де болады. Ағартушы. Енді өзіңді Инстаграмнан көру арқылы ел таниды, бәріміз танимыз. Сенің жаңа Инстаграмға шыққан жазбаларыңды оқу арқылы, өзіңнің бір роликтерің бар, тірі айтып жатқан. Содан құмартып, бүгін өзіңмен бір әңгімелесудің сәті түсті. Тараздан табаным тоздырып, арнайы Алматыға келдің. Рахмет, сапарлатып, жол жүріп, шаршап. Келген бойың осы ғой енді? Иә. Шай ішіп үлгердің бе әйтеуір? Үлгердің ба? Осы мұғалімдерді көрсем бір тінім қышып тұрады да, мынандай бір әңгіме бар да. Қазір зоология деген сабақ бар ма? Зоологияның орнына биология ғой. Біздің кезімізде бар етін. Содан енді экзам деген болушы еді ол кезде. Қазіргідей тест дей ма? Ол кезде бүйтіп мұғалімдер отырады, комиссия, парақ қойып қояды. Билеттер ғой. Билет ашып, соған жауап беруің керек. Сонымен зоологияға дайындалып жатады, бәрі. Бір бала дайындалмайды. Мен сияқты жалқау болу керек. Биттің құрылысын ғана оқиды ғой. Сонымен ертеңіне экзам басталады. Битті ғана біледі анау, биттің құрылысын. Соны келеді де мұғалімдер келіп, ал кәні комиссияға кіреді экзамға. Кәні бала билет ал дейді, билетті алады. Ашса, ана жерде жылқының құрылысы. Бала қарап тұрады дейді, жылқы деген үлкен мал дейді. Енді ауылдың баласы жылқыны біледі ғой. Жылқы деген үлкен мал, сондай жануар, оның жүні болады, жүні болғаннан кейін биті болады деп, бірден битке көшіп барады дейді. Ана мұғалім түсініп қойыпты, қоя тұр деп. Қайтадан басқа билет ал деп. Алса, қойды, сиыры, бәрінде сол. Оның жүні болады, жүні болғаннан кейін биті болады деп. Содан қой мынаны қатырайық деп, ішіндегі сен сияқты біреуі алып, жарайды бала, онда балық туралы айтып берші депті. Балық деген суда жүретін жануар. Оның жүні болмайды депті. Егер жүні болғанда биті болар еді деп қайтадан битке көшіп барады дейді. Осындай оқушылар көп пе қазір? Жақсы, бар. Бар ма? Болады ішінде кездеседі. Неге сұрап отырмын? Себебі өзі жалпы оқушы деген адам ғой ол. Ода мінез болады. Иә? Ода бір басқа бір қабілеттер болады. Ода бір харизма болады. Иә? Ода бір қулық болады, әрекет болады, амал болады. Орысша выживание дейді ғой. Әйтеуір тірі қалу керек, әнерден дұрыс шығу керек. Бар ғой енді ондайлар. Енді осының басының барлығын біріктіріп, содан бір тұлға қалыптастыру. Ұстаздың міндеті емес па? Иә. Ол тұлға, қазақта бір табыс деген адам сөз бар ғой. Табысқа жету дейді. Жалпы адамның негізгі ұлы мақсаты бұл сол өмірінде бір табысқа жету ғой. Енді ұстаздардың міндеті сол баланы үлкен бір табысты азамат, табысқа жеткен бір тұлға ретінде тәрбиелеп шығару. Егер ол табысқа жеткен тұлға болса, ол сендердің жемістерің, жеңістерің, істеген істеріңнің нәтижесі. Сол табысты баланы қалай тәрбиелейміз? Мына заманда шыны керек, жаңа биттің құрылысы сияқты, менің әңгімемнің көбісі осы балалардың тәрбиесіне келіп тіреледі да. Себебі ұрпақ түзелмей, ел түзелмейді. Ұрпақ түзелмей, ел түзелмейді. Сол ұрпақты қалай түзейміз? Не істейміз? Амал қандай? Енді осы жерде айта кететін бірінші, мынау Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деп. Сол баланы егерде кірпішке теңейтін болсақ, сол кірпіштің саны мен сапасы анау ананың құрсағында одан кейін 3-5 жасқа дейінгі отбасында қаланады екен. Сол кірпіштің саны мен сапасы енді мектепке келгеннен кейін ұстаздар сонымен ары қарай жұмыс жасайды. Біреусі үлкен зәулім үй салуы мүмкін, біреусі кішкентай болуы мүмкін. Енді бұл жерде сіз тұлға деп айтып қалдыңыз ғой. Біздің мектептің негізгі мақсаты сондай қазіргі бәсекеге қабілетті, функционалды, сауатты, алған білімін өмірде пайдаланатын тұлға тәрбиелеу. Тұлға дегеніміз бұл айналасына, қоғамға пайда әкелетін адам. Егерде ол пайда әкеле алмайтын болса, әлі бала позициясында болатын болса, ол тұлға болып саналмайды. Ал енді сіз мынандай сұрақ қойып отырсыз, табысты баланы қалай тәрбиелейміз деп. Бір 125 жасқа келген қариядан сұраған екен, сіздің осы 125 жасқа келгендегі сырыңыз неде деп. Сол кезде сол қария айтқан екен, менің бұл жасқа келуімнің себебі балаларым жақсы болды деген екен.
балаларым, отбасым тыныштықта болды, балаларым менің мотивациям деген екен да. Қазақта мынандай сөз бар ғой, бала берсең саналығып бер, саналығып бермесең ала бер деген сияқты ше. Оның енді тура былай айтылады. Құдайым бала берсең сана бермесең ала бер дейді да. Енді осы жерде бір кешегі бір Инстаграмда әбден шулатқан бір публикация, видео мен ойыма оралып отыр да. Бір әкесін ұрған бала. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Сол жерде елдің бәрі сол кімді кінәлап отыр? Баланы кінәлап отыр да. Мен өзім, енді біз адамбыз ғой, бәрі бір келкі ойлай алмаймыз, сыни ойлау деген бар ғой. Мен ойландым да, сол кісінің, сол баласының сондай болуына өзі кінәлі ма деп ойладым да. Себебі ол өзінің тәрбиесінің жемісін көріп жатыр. Тура сол сияқты жаңағы 125-ке келген қарияда айтып отыр, менің 125-ке келуімнің сыры балаларым жақсы болды отбасында. Ол жерде де ол кісінің сондай балаларын жақсы қылып тәрбиелегені, білім бергені, және оны ары қарай менің мотивациямды арттырды деп отыр да. Енді жалпы біздің қазір қоғамда ата-аналардың көпшілігі, мен пайызға шақпай қояйын, енді пайызын білмеймін, көпшілігі балаларын үй жануарлары сияқты өсіріп тәрбиелеп жатыр дейді. Оның киімін әпереді, тамағын береді, оны міндетті түрде елден қалмасын деп соткасын әпереді, оның жаңа скутерін әпереді, мінетін, оның курсына төлейді, барлық жағдайды жасап жатыр. Бірақ олардың ең керекті дүние ол балаға сол нәрсені бермей жатыр екен да. Ол не нәрсе деген кезде ол ойлану, ойлау дағдысын асыруға, ол баланың жан дүниесіне үңілмей жатыр да. Сыртқы жаңағы беретін дүниелердің бәрін беріп жатыр да. Былайынша айтқан кезде самостоятельный тәрбиелеп жатырмыз дейді. Бірақ ол самостоятельный болған жақсы, бізге керек дүние нәрсе ол. Бірақ ол самостоятельныйдың өзі де бір шетінен екінші жағы да бар оның да. Ол барлық дүниені беріп қойғаннан кейін оған басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, біреуден бірдеңке сұрау, иілу, еңкею, ондай нәрсе болмайды да. Бірақ енді осы жерде бір айта кететін дүние, енді бала тәрбиесі, табысты баланы қалай тәрбиелейміз деп айтып жатырық қой. Айтады да, балаға кішкентайынан бастап барлық жағдайды жасадық, оларға пәтер әперудің қажеті жоқ дейді. Олардың бүкіл жағдайын жасаудың қажеті жоқ дейді. Себебі олар өздері еңбектеніп тапса, ойланса, олардың өмірлері ары қарай жақсы болады дейді да. Адамға берілген ең үлкен нығмет, ең үлкен сыйлық жаратқаннан бұл ойлану ғой енді. Ойлану. Құранда Алланың өзі айтады ғой, ойланыңдар, ой жүгіртіңдер, жаратылысқа қараңдар, жан-жанға қараңдар дейді ғой енді. Ойланбаған ми сасиды, ақпаған су сасиды дейді. Енді баланы ойлантпай, балаға проблема жасамай, ата-ананың махаббаты бар ғой енді. Оны ешкім алып тастай алмайды. Бірақ ол махаббаттың да бір өлшемі. Ақылмен жасалған махаббат, ақылмен болған махаббат. Мен бір соқыр махаббат деген өзім бір сөзім бар. Көп ата-аналарға осы сөзді қолданамын, соқыр махаббат. Осы жерде бір Мұхтар Шахановтың бір керемет өлеңі бар. Үлкен бір поэмасы бар еді, бала кез бізде Мұхтар Шахановты көп оқыдық қой, жатқа. Сонда бір ханның мықты қыран бүркіті. Енді ол ханның бүркіті ғой енді. Қасқыр алатын бүркіт қой. Сол жоғалып кетеді ғой. Соны уәзірлеріне айтады, тауып келіңдер. Соны тапқан адамға ат басындай алтын беремін дейді ғой. Сол бүркітін тапқан адамға. Уәзірлері шашылып кетеді да, іздейді, өлеңде поэма солай келеді. Сөйтеді да бір кемпірді табады ғой. Кемпірдің үйіне барып қонған екен да бүркіт. Соның кемпірді алып келеді бүркітпен. Бүркіттің тұмсығы жоқ, қанаты қырқылған, жүні қырқылған, тырнақтары алынған, тауық болып қалған ғой енді. Сол кемпір мәз, ой хан ием, мінекей мына қыран бүркітіңіз келіп мені қорама қонды, тегі обалай жаным ашып кетті, қарамапсыз ғой тегі. Бәрі түзеп қойдым дейді ғой, күзеп, тұмсығының бәрін қырқып, тырнағының бәрін алып, жүнін қырқып, нормальный қалыпқа келтіріп қойдым дейді ғой. Сол хан айтады ғой, кемпірдің еңбегі үшін оған ат басындай алтын беріңдер дейді. Бірақ білімсіздігі үшін дейді да, надандығы үшін екі қолын кесіп тастаңдар дейді да. Мынау алтын оны екі қолы засырайды дейді өмір бақи. Сөйтеді айтады, сондай бір соқыр білімсіздік, надандық, соқыр махаббат,
соқыр қамқорлық, соқыр жанашырлық, надандықпен жасалған, ол қоғамға үлкен бүлік алып келеді екен да. Осы кейбір ата-аналарға қатысты бір жазылған поэма сияқты осыдан 40 жыл бұрын. Иә? Енді ұстазсыз ғой. Осы ата-аналармен осы проблема сіздерде жиі болады ғой енді. Біз енді көп сіздер сияқты араспаймыз, Жандос. Айтады ғой мынау. Проблеманың бәрі адамды тек қана өсіреді, қайраттандырады дейді ғой. Мен енді мектепте үздік оқушылардың қатарында болған жоқпын. Сол себептен 17 жасынан бастап мектепке мұғалім болып келдім мен. Сол мектепке мұғалім болып келген кезде ең алғашқы өзімнің үйдегі апамның айтқан сөзі бар. Сен анау жылына 1 рет 2 рет келетін аудандық әдіскерлерден қорықпа. Сен завуч пен директордан қорықпа, олар азар баста жылына 3-4 рет сабағыңа қатысар. Сен алдыңдағы балалардан қорық деген ғой. Енді ол алдында келіп отқан кішкентай балаларға сен күнделікті не әңгіме айтасың? Сен енді оқуың керек. Мен өзім алғашқы мамандығым музыкант болды, кейін тарихшы болдым ғой. Сол музыкант болып жүргеннің өзінде ол балаларға тек қана ән айтқыза бермейсің ғой. Ол музыканың тарихы, ол да үлкен бір ғылым ғой. Сол кезде жайлап оқып бастадым. Себебі оқымай ол балалардың алдында сен беделің болмайды. Сөйтіп жайлап енді есімде қалмайды ғой. Мектепте мықты оқымағаннан кейін есімде қалмағандықтан мен бір нәрсені оқысам, жақсылап тұрып оқып, оны жаза бастадым да. Уақыт өте келе бірте қарап отырсам, жазғандарым қатты есімде қалады да. Жазғандарым есімде қалғандықтан бірте менің жазу дағдым қалыптаса бастады да. Соның жемісі. Кейін менде қазір өзімде 12 блокнот бар үйде. Енді бір тағы да биылдыққа 4 блокнот алып отырмын. Сол подкаст тыңдаймын, кітап оқимын, білім аламын, қандай бір жақсы бір ойлар келеді, өзімнің бірденен жазып отырамын. Және сол жазу одан бетер менің білімімді одан бетер берекелендіріп отыр да. Енді осы балаларға қатысты нәтижесін беріп жатыр ма? Балаларға әрине нәтижесін береді. Енді айтады ғой, анау мынандай қазақта сөз бар ғой, ата-аналарға қатысты. Сен балаңды тәрбиелемей-ақ қой дейді. Ол бәрібір сен сияқты болады дейді. Тура сол сияқты ұстазы қандай, балалар да сондай болады да. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді да. Енді қазіргі кезде енді біз альфа ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз қой. Осы 2010 жыл мен 2024 жылдар аралығындағы альфа ұрпақ. Олардың психологиясы біздің замандағы бұрынғы білім психологиямен мүлдем бөлек. Оларға ерекше подход керек. Бұларға біз солардың деңгейінде білім бермесек, солардың тілінде сөйлей алмасақ, біз ары қарай білім бере алмаймыз. Бізге қазір мұғалімдерге, бұрынғы мұғалімдерге өте қиын. Мысалы үшін қазір сізге айтайын, мынау қазіргі жекеменшік мектептер бар ғой, 125 деген сияқты әртүрлі мектептер. Ол мектептерде қарап отырсаңыз, үлкен жастағы мұғалімдер жоқ. Өзі қатарлы мұғалімдер. Студенттерді алады көбінесе. Себебі олар бір-бірінің тілін қатты түсінеді да. Заманы бір. Сол сияқты бізге де өте қатты қажет болып отқан нәрсе қазір 21 ғасырда оқушыларды қалай оқыту керек, 21 ғасырда мұғалімдер қандай болу керек, оқушыларды қалай оқыту керек деген сұрақ туындап отыр да. Ал енді қалай оқыту керек үшін мұғалім ол барынша мықты болу керек болып тұр қазір. Оның қазіргі заманғы қажетті дағдылардың бәрін меңгеріп алып, ол мұғалім оқушыдан да асып кетпесең, сен қазір білім бере алмайсың. Оқушылар деген жасанды интеллектіні меңгеріп алған. Олар мынау әлеуметтік желі, сотка дейміз, бәрін компьютерді бізден жақсы біледі. Оларды қызықтыру керек та сол үшін. Енді қазір мынандай нәрсе бар да, көп жағдайда айтып жатады, оқушылар сабақ оқуға қызықпайды, пәнге қызықпайды деп жатады да. Оқушыларға қазір пән емес, мұғалім қызық болып отыр қазір. Ұстаз қызық. Енді сұрақ бар ғой бір. Тренд деген бір. Ол жайлы қазір тоқталамыз. Ол жайлы тоқталамыз. Ұстаздың болмысы қызық. Ұстаздың әдебі, мәдениеті, оның интеллектісі, оның эрудициясы, оның шетелге шыққандығы, жалпы ұстаз қызық болып тұр да қазірше. Сол себептен мұғалімдерге қазір ең бірінші керекті енді барлық қазіргі 21 ғасырдағы дағдыларды меңгеру керек болып тұр. Ол қандай дағдылар деп айтамыз ғой біз. Ол AQ деген дағды бар.
ең бірінші керекті дағдылар. IQ деген ол білім болатын болса, AQ деген ол қарым-қатынас дағдысы. Енді ол soft skills деп жұмсақ дағдылар, қатты дағдылар деп жатады. Одан кейінгі керекті дағдылардың бірі AQ-ды айттым, SQ деген дағды бар, рухани интеллект. Одан кейін LoveQ деген дағды бар, мейірімділік коэффициенті. Одан кейін VQ деген дағды бар, физикалық интеллект. Сенің денсаулыққа қатысты, жаңағы спортқа қатысты білімің. Осы сияқты дағдылардың бәрі қазіргі заманның мұғалімдері білу керек. Қазіргі замандағы мұғалімдер өзінің өткеніне сот талдау жасай алатын, болашағына смарт мақсат қоя алатын, әрбір іс-әрекетіне анализ жасай алатын, одан кейін рефлексия жасай алатын, кері байланыс жасай алатын, өзінің қателіктеріне кейіннен эвалюация жасайтын, сондай мұғалім болу керек қазір мұғалім. Эвалюация деген не ол? Эвалюация деген бұл бағамдау. Сен бір нәрсені жасадың, соны енді бағамдайсың. Оны түзету, жоспарлы түрде оны қайттан жаңарту. Кері байланыспен ары қарай жұмыс. Бұл жерде оқушылармен қарым-қатынастағы мәселе ғой сен. Оқушылармен қарым-қатынастағы мәселе болғанда мұғалім мықты болу керек та. Егер де мұғалімде сол дағдылар болмаса, оқушыда ол дағды болмайды. Мұғалімде не бар? Мен бағана басында айттым ғой, ағартушы дегенде айтып қалдым ғой. Мұғалімнің өзі аппақ жап-жарық болып жанып отпаса, ол жанына айналасындағыларға жарық сыйлай алмайды. Ол жап-жарық болып отса, сол жарыққа оқушылар келеді да. Өзі қап-қара болып отса, ол айналасындағыларды күйе қылып қап-қара қылады. Мұғалімдер оқушыларға құрметті болу керек қой, сонда, иә? Қызықты болу керек. Қызықты болу керек. Мысалы үшін қазір айтып отыр ғой, педагог сабаққа келгенде ол мектепке асығып келу керек па, жоқ өзінің пәніне асығып келу керек па, жоқ мұғаліммен тілдесуге асығып келу керек па? Мұғаліммен тілдесу ғой. Сол қызық болу керек оған, иә? Мұғаліммен тілдесу. Бір мұғалімді жақсы көру арқылы менің талай оқушыларым тарих пәнінен неге түсті. Биыл мен ана мектепте біздің физрук пән мұғалімі бар. Бір жылда 80 грамота алып келді. Жаңағы спорттық жарыстардан. Соның өзі азғантай кішкентай ғана мектеп қой. 3 оқушымыз біздің физкультурадан грантқа түсті. Сол оқушыны мұғалімді жақсы көргендіктен. Сол сияқты ол бізде қазір жайлы мектептер соғылып жатыр ғой. Үкімет тарапынан өте керемет қаражат бөлініп, жағдайлардың бәрі жасалынып жатыр. Материалдық база бұрынғы заман сияқты емес, бәрі керемет. Мектептердің бәрі шетелдің мектебінен де мықты қазір. Бірақ оның бәрі жеткіліксіз. Балаға мықты ұстаз керек. Бағана айтып өттім ғой жаңағы. Ал оны беру үшін ұстаздың өзі мықты болу керек. Ұстаз балаға өзін таныту үшін ұстаз бірінші өзін тану керек. Өзінің кім екенін, өзінің миссиясын білу керек. Ол біз балаға өмірлік миссия, болашақ мамандығы дегенді үйретіп жатамыз ғой. Бірақ мұғалім өзінің өмірлік миссиясын білсе, мұғалім өзінің педагогикалық миссиясын білсе, ол үшін дайындық керек. Ол үшін білім керек, ізденіс керек. Ал енді іздену үшін не керек? Іздену үшін кітап оқу керек. Тек қана кітап емес, қазір мен енді өзім мектепте жаңағы қайталап айта берем бұны. Бұны қайталап айтуымда бір себебі бар көке. Біз көп жағдайда мінберге шығып сөйлейтіндердің бәрі өңкей жақсы оқитындар ғой. Орташа оқығандар, 4-пен оқығандар, 3-пен оқығандар да керемет білімді болып, бастық болып, күшті болып жатыр. Жаңағы орташа оқитын балаларға мотивация болсын деп айтамын да, бір шетінен менше. Сол себептен осы. Сен бір мектептің директорсың ғой, иә? Ауылдағы кішкентай мектеп. Ауылда кішкентай мектептің Шоқай деген ауылда. Рейтингі қалай? Мектептің рейтингі жақсы. Жақсы ба? Ауданда. Біз мектебіміз осы 2 жыл ғана болды соғылғанына. Жаңа мектеп соғылды. 66 жыл соғылған 8 кабинет бір кішкентай мектепте болғанбыз. Ешқандай не жоқ, жағдай жоқ. Бірақ осы жаңа мектепке көшкелі бері оқушылардың да, ұстаздардың да саналары өсті ғой. Білімге деген құштарлықтар артты. Биыл мектеп тарихында бірінші рет 2 оқушымыз алтын белгі иеленді. Спорттық жетістіктеріміз бар. Биыл бізде 11 оқушы мектепті бітірді, 11 оқушының 9-ы грантқа түсті. Жалпы
соңғы жылдары біз мектепте мұғалімдерді оқытып жатырмыз. Негізі мектепте біздің білім алушы ұйым деген жоба бар. Мен өзім мектеп басшысы ретінде бұрын енді мұғалім кезінде оқушылармен өкіртіп жұмыс істедім ғой. Қазіргі негізгі назарым, фокусым мұғалімдерде болып отыр да. Мен енді бір жұмыс істесем, жұмысым көп қой менің. Бір сыныпқа, екі сыныпқа не алуым мүмкін, бірақ үнемі жаңағы жоба арқылы мұғалімдерді біз оқытып жатырмыз да. Мұғалімдердің әдістемелік тұрғыда соңғы заманауи, қазіргі көп қой, заманауи білім беру трендтері көбейді ғой. Сол білім беру трендтерін мұғалімдерге меңгертіп, сол мұғалімдер арқылы оқушылармен жұмыс жасатқызуды. Бұл жерде тренд деген ат кетті, енді бренд деген де бір ат бар ғой. Енді бренд деген бір адамға қатысты, тұлғаға қатысты сипаттама ғой, иә? Мысалы айтайық, мектеп десе бұрынғы Ыбырай Алтынсариннің мектебі дейтініміз, иә? Бір кездері шықты Архимедтің мектебі деген, иә? Енді осы жерде бренд бола алдың ба? Мысалы Шоқайдың мектебі емес, болмаса нөмір қаншасы? 3-ші мектеп қой. Нөмір 3-ші мектеп емес, Жандосов мектебі дейтіндей ме? Білмеймін, енді менің мектебім деп өйтіп айтуға болмайды ғой енді. Жоқ, елдер айтса, оны елден сұрау керек қой. Мен енді оны айта алмаймын, аға. Айтсын, лайым айтсын. Енді бренд деген уәде деген мағынаны береді екен, бренд деген. Қазіргі 21-ші ғасыр, қазіргі заман бұл жекеліктің заманы дейді. Жеке брендтің заманы. Қалыптасы. Елдің бәрі қазір подкаст түсіргіш болып кетті. Біз де келіп отырмыз ғой, подкастқа шақырып отырсыз ғой. Сол бренд, өз брендін қалыптастырып, уәде беру арқылы, сенімге кіру арқылы өзінің өнімін ұсынады. Ол танымалдылық қой, танымалдылық. Ол жаңағы айтып отырмын ғой, сенімге кіру ғой, сенімге кіру. Одан кейін ары қарай өзінің білімін таратады, тауарын сатады. Бұл брендті қазақ баяғыда білген ғой. Баяғыдан білген ғой. Би айтқанды құлды айтады, ауыздың дуасы жоқ дейді ғой. Құлдың сөз өтпейді ғой енді, дұрыс қой. Ал енді тағы да тренд деген нәрсе бар. Онда енді білім беру саласында өте көп қолданылады, білім берудегі трендтер деген. Сол білім берудердің трендтің ішінде жаңағы жобалау деген бар. Ең үлкен жоба деген негізі өзі бір рет жасалынатын, қайталанбайтын бағдарлама да ол. Ол жоба бір проблеманы шешуге бағытталады. Бір проблема болып жатқанда, сол проблеманы шешу үшін бір жоба жасалынады да. Енді біз бала тәрбиесі жайлы айтып жатқандықтан, жалпы ата-аналардың біздің ең үлкен жобамыз ол жақсы баланы тәрбиелеп шығару ғой. Қоғамға пайдалы, адал азаматты шығару болып табылады. Енді жаңағы білім беру трендтерінің ішінде жобалау деген кіреді, конструктивизм біздің жалпы оқыту жүйесіндегі сол нәрсе бар ғой. Ойын арқылы оқыту деген бар, STEM оқыту жүйесі деген бар, soft skills деген бар, солардың ішіндегі менторство деген бар, тәлімгерлік. Енді бұл өте керемет нәрсе, бұл тәлімгерлік дегенде. Соның ішіндегі ең бір керемет дүние бұл өмір бойы білім алу деген тренд. Өзі елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та өзінің жолдауларында үнемі бізге айтып отыр, өмір бойы білім алу. Енді бұрыннан бар нәрсе ғой бұл да. Мұны тренд дейді. Бұл білім беру трендтер. Білім беру саласындағы жасалып жатқан, атқарылып жатқан жұмыстардың бәрі білім беру трендтерінен жатады негізінде. Ал енді соны жасайтын адамдар бренд. Тұлға. Мысалы енді осы жерде айтайықшы, бұл жерде балаларға да, ұстаздарға да қазір бір пайдалы әңгіме болсын деп отырмыз. Өзі тақырыптың өзі менің жалпы осы подкасттың өзі пайдалы әңгіме. Мысалы үшін көке өз сөзіңізді берейінші. Қара, мына жерде Жандос. Мысалы автобиография деген болды ғой баяғыда. Біз бала кезімізде бір жұмысқа кіру үшін бір автобиография. Қазір медиабиография деген бар, иә? Сен мысалы байқауымша 1-2 жылдың көлемі болды ма? Осы медиамен жұмыс істеп жатқаныңа? Мен 2020 жыл директор болдым, 21 жылдан бастап Инстаграм жүргізе бастадым. Бірақ осы соңғы кездері өте бір активный болатсыз ғой деймін, иә? Басында айтады ғой, Инстаграмдағы жылы аудитория, суық аудитория дейді да. Суық аудитория деген суретіңді қойып посттар жазу да. Ал жылы аудитория деген ол қорықпай эфирде сөйлей алу, эфирге шығу, прямо эфирде, жаңағы тікелей эфирде адамдармен қарым-қатынас жасау. Енді осы жерде мен сұрайын деп отқаным, бұл ұстаздарға қатысты әңгіме ғой. Мүмкін пайдасы тиіп қалар. Сен эфирге шықтың, былайша айтқанда өзің бір брендіңді қалыптастырдың, медиа биографияңды қалыптастырып жатсың, танымал болдың, қанша дейін бар? 9,5 подписчик. 9,5 деген әжептәуір нәрсе ғой енді. Бір мектептің, кішкене мектептің директоріне. Енді осы арқылы саған деген ұстаздардың, оқушылардың құрметі артты ма, сезіле ма? Мен осы директор болғаннан кейін 2-ші жыл жұмыс істеген кезде мен құрметте отқаным, құрметтің ар жағында саған сенім арту, сені тыңдау ғой. Бар.
Мен енді бір ғана айтайын, материалдық тұрғыдан айтайын. Мен 2 жыл директор болған кезде маған үлкен жылдың үздік көшбасшы деген бір не берді, грамота берді. Бір телевизормен берді, аудандық білім бөлімі. Таңғалып қалдым, менің әріптестерім де таңғалып отырса, қалайша сен 2 жылда ондай деп. Сөйтсем, сол кезде қазір енді жақсы жүргізіліп жатыр біздің директорлерде. Сол кезде мен ғана әлеуметтік желіні жүргізеді екенмін да, мен күнделікті жасап жатқан жұмыстарымды неге салып отқам ғой? Жаңағы Инстаграмға салып отқам ғой. Соны көріп, ол кісілерге оңай болғанда бізді анықтай салу. Көшбасшы, мына бала жақсы жұмыс істеп жатыр деп. Жоқ, ол анықтағаннан бұрын ол жерде шын бірақ танымалдық бар ғой. Танымалдық болып тұрған. Ұстаздар, директор мырзалар, естіп отырсыздар, иә? Жалпы медиамен көп жұмыс жасау керек, ақпаратпен. Себебі ақпарат әлемдегі ең қаржыны көп алып келетін және қаржыны көп жұмсайтын ең құнды тауар. Иә? Және бұл жерде енді әлеуметтік желіге шығу деген өте қиын ғой. Елдер суретін салуға қиналып жатыр. Басында менде де сондай болатын. Осы жерде мен бір әңгіме айта салайыншы бір. Айта беріңіз. Кішкене анда-санда осындай бір әзіл қосып отырайық жеңілдеп. Айтса ауырлап кеткен сияқты хабарымыз. Оны чип оқымай қалуы мүмкін. Бірашқа сыймай қалуы мүмкін. Жақсы. Бренд, танымалдылық, тұлға. Бұл бұрыннан бар нәрсе ғой енді, иә? Мысалы, Абылайға бар Бұхар бабамыз бетіне тік айту үшін ол тұлға болу керек еді ғой, ол құрметтелетіндей. Бір қызық әңгіме енді. Сол туысқандар естіп отырса, маған ренжімесін. Бірақ енді бұл керемет ғибратты нәрсе бұл. Мұны біз өмірімізде пайдалануымыз керек. Қазіргі жас отбасыларға қатысты бір Мойынқұмда Жазылбек Қуанышбаев деген атамыз өткен. Білеміз. 2 герой. Қойшы. Ол кісі бір сөздің майын тамызатын шешен болмаған. Қойшы. Керемет бір даналықтың иесі емес енді. Қойды жақсы баққан, адал еңбегімен, Қонайыптың өзі құрметтеген, бүкіл ел құрметтеген, Москвадағы съездерге қатысатын болған. Сонымен сол әулетте 2 үйленген жас ұрысып қалады да ажырасуға дейін барады ғой. Ерлі-зайыпты. Ойпырмай, анау шешенге айтады, анау кісіге айтады, бүкіл көршілер жалынып жатыр, әке-шеше жалынып жатыр. Жоқ, келін, кетем, тұрмайын мұна мен деп. Сонымен енді неше түрлі сөздер айтылады ғой, айналайын енді. Содан болмағаннан кейін Жазекеңді шақырады, дважды герой атамызда. Ол атамыз келеді де төрге шығады жаңағы үйдің, отырады. Сөйтеді де енді сол кісіге айтқызып қалды енді. Сөйтті, айналайын, келін мен баланы шақыр дейді. Келін мен баланы шақырады, қарап отырып, ай балаларым, қойыңдар дейді ғой. Сөйтсе келін айтады дейді, болды ата, қойдық, кетпеймін ата. Сонда бренд, танымалдылық. Салмақты кісінің сөзі де салмақты болып та. Сенімді кісі болып тұр ғой. Сенімді кісі болып тұр. Ол гарант болып тұр ғой. Құрметті кісі болып тұр. Сондықтан да мұғалімге, ұстаздарға көбінесе білім жақсы ғой енді. Бірақ сол енді білімді жеткізу үшін бір құрметті болу керек та, тұлға болу керек та, ұстаздардың өздері, иә? Осылай ғой. Дұрыс. Мынау педагог мәртебесі деген заң шықты ғой. Педагогтардың жалақысы да көбейіп жатыр, педагогтарға қатысты барлық жағдай жасалынып жатыр үкімет тарапынан. Бірақ мен айтар едім, әскерге барған баланы анасы қасында жетектеп оған көмектесіп жүре алмайды ғой. Сол сияқты ұстаз ол ұлы тұлға ғой. Ол өзінің әдебімен, өзінің мәдениетімен, өзінің ұятымен, өзінің жауапкершілігімен өзін-өзі ана жерде алып жүрмесе, ол алып жүру емес, ол елдің баласын тәрбиелеу керек қой. Тәрбиелеу үшін айтады ғой, сөз, ол тәрбиеде сөз емес, іс дейді да. Сен бала сенің ісіңе қарап, сен жүріс-тұрысыңа қарап, сенен тәлім тәрбие алады. Сол себептен бұл өте үлкен нәрсе. Жалпы бабаларымыз айтады ғой, адамды тәрбиелеу үшін сөзден гөрі амал жақсы дейді да. Себебі сені естіген. Енді қазақ айтты, әке көрген оқ жонар деді. Ана көрген томпішер деді. Енді сол балаларды тәрбиелеу үшін ұстаздардың дәрежесі өте жоғары болу керек, ол түсінік нәрсе. Мынау Жапония деген қазір елге үлгі болып жатқан ел бар ғой, бізден бірнеше ғасырға озып кетті деймін, сөйтсе олардың басты қаруы, олардың басты қаруы, басты фишкасы ол ұстаздарға деген құрмет екен да. Ұстаздарды соншалықты құрметтейді, оның қасында кейбір әкімдерің, министрлерің босағада отыруы мүмкін екен да, ол кісі төрге шығады да. Бізде осы болған кезде ғана ұстаз деген сенің бүкіл балаңның
тағдырын шешетін тұлға ғой. Дұрыс Иә? айтасыз. Дұрыс айтасыз. Сондықтан баяғыда біз бала кезімізде ұстаздарға енді әкелеріміз мына деуші еді ғой. Еті сенікі, сүйегі менікі деп, иә? Бұрында молдаларға сөйтіп берген екен, медресеге бергенде. Сондықтан ұстаздарды құрметтеу керек. Бағана сен осы жерде бір альфа ұрпақ деген бір термин айттың, мен түсінбеймін. Сен психологияны оқып жатсың ба? Енді педагог болғандықтан бізде мынандай нәрсе да, ерлі зайыптылар үйленіп жатады ғой, қыз бен жігітше. Бірақ олар осы үйленуге қатысты кітаптарды оқымай үйлене береміз да біз. Хотя машина айдайтын кезде праваны үйренеміз ғой, ол машина айдау деген оңай нәрсе ғой былайша алған кезде. Сол сияқты бала өсіретін кезде де, бала болатын кезде бала тәрбиесіне қатысты кітап оқымайды екенбіз да біз. Сол сияқты ұстаздар институтта енді педагогика психологияны оқитын шығармыз. Бірақ шын мәнінде ол универдегі білім, ол білім болмайды ол. Ол қазір бұрынғы сіздің алған біліміңіз 50 жылға, 100 жылға азық болатын. Қазір мынандай сондай әлем, қазір біз Шива әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Спот әлемі, Вука әлемі, Бани әлемі, Шива әлемі дейді да. Түсініксіз өзгермелі сондай заманда қазірше. Ұрпақ та соған байланысты. Ұрпақтардың өздерінде бөліп тастаған қазір. Ұрпақтардың ең 1900 жылы үндемейтін ұрпақ, ода ұл ұрпақ, одан үндемейтін ұрпақ, бэби бумер ұрпағы, X ұрпақ, игілік ұрпақ, Z ұрпақ, альфа ұрпақ, бет ұрпақ деп осы 2025-тен бастап қана бет ұрпақ қылып отыр. Енді баяғыдағы біздің жеті ата сияқты да, әрбір 25 жылда бұл да жаңағы 25 жылда ауысып отырады дегенше. Енді бұлардың қазіргі заманға сай бұлардың да психологиясы бөлек. Заман тез өзгеріп жатыр, тез құбылып жатыр. Өте тез өзгеріп жатыр. Соған байланысты адамның психологиясы өзгеріп жатыр. Мен қай ұрпақпын, менің балам қай ұрпақ, менің немерем қай ұрпақ. Шөберем қай ұрпақ болады. Алла қаласа. Шөбереңіз енді Бани болады ғой. Бани деген не? Бани ұрпақ деген 2025-тен кейінгі туылып жатқандар. Ол жайлы анықтамалар. Олардың ерекшеліктігі, анықтамасы не? Мен альфа ұрпақ, мен Бани ұрпақ жайлы енді 25 жыл болғаннан кейін мен әлі ол жайлы сізге айта алмаймын қазір. Алдыны болжай, айтып білмеймін. Енді мынау қазіргі қоғамда болып жатқан, біздің өмірімізде болып жатқан барлық игіліктер сол X ұрпақтың игіліктері дейді. Солардың жасап берген. Ол біз 64 жылдан 84 жылға дейін сіз бен біз солардікі. Ол уақытқа дейінгі бэби бумерлер бар. Жаңа 44 пен 64-тің арасындағы. Олар кімдер? Соғыстан кейін. Олар не істеді? Енді ол бэби бумерді айтамаймын көке, шынды айтайын. Менің қатты өзімнің қызыққаным, енді былай үстіртін білеміз ғой енді. Бірақ менің қызығып отқаным альфа ұрпақ болды да. Осы альфа ұрпақ себебі менің алдымдағылар альфа ұрпақ болып тұрды. Бұның алдындағы зумерлер, менің балаларым мәселе үлкен 2 балам. Бұларда бір мынандай бір нәрсе бар дейді. Мен ғой альфа ұрпақ, Сіз альфа ұрпақ емессіз, сіз X ұрпақсыз деп тұрмын. X ұрпақсыз сіз. Қайша 64-тен былай қарайсыз ба? 65 X ұрпақсыз. Деп енді психологтар бөлген ғой енді. Енді осы кішкене не жайлы айтайыншы. Жаңағы зумерлер дейді да, бұлар мамандықты ауыстыра салу, оларға не емес та. Жұмыс істеп жүріп тастай салу. Қазіргі оқушылар емес, студенттер да. Ал енді альфа ұрпақ. Негізі солай аха. Оларға қорқынышты емес. Біз деген бір жұмысты істесек, енді ол жұмыстан қалсақ, жаңағы өмір сұрамай қалатындай боламыз ғой. Оларда ондай психология жоқ. Олар бөлек. Ал енді альфа ұрпақ жайлы айтатын болсам, альфа ұрпақ бұл американдық ғалымдар Нил Хофф пен жазушы Уильям Штраус деген кісінің жалпы ұрпақтар теориясын ойлап тапқан да. Зерттеген ғой әбден енді. Бұл енді айыбы жоқ қой, бұл зерттеуден туған сөз ғой. Айыбы жоқ. Ал енді именно альфа ұрпақты Макрендл деген кісі зерттеген екен. Бұл жаңағы альфа ұрпақ, бұлар 25-ші жылы осы биыл саны 2 миллиардқа жетеді дейді да. Бұлар әйнекке таңылған ұрпақ деп саналады екен. Қазіргі оқушылар ба? Қазіргі оқушылар 2010 мен 2024 жылға аралықтағы балалар. Бұлар енді, мен енді ұрпақтар теориясы дейді ғой, бұл жаңағы Уильям Штраус деген екеуі кісі тап дедім ғой. Ұрпақтар теориясын білу не үшін қажет деген сұрақ туындайды да. Бірақ мысалы айтайыншы, той жасасаңыз, анау үлкен кісілермен, үйдегі қариялармен, жастардың милары бір-бірімен келіспей жатады.
аналар айтады, ол баяғыда ол біздің заманымызда ондай болған жоқ ғой деп айтса, мына жақта балалар әке, ана қазір басқа заман ғой деп бір-бірімен келісе алмай айтады ғой. Бірақ мысал айтып отырмын да. Бірақ бұлардың психологиясын, бұл нәрсені білу, жаңа теорияны білу, ұрпақтар теориясын білу, бұл ұрпақтар арасындағы алауыздықты шешіп бір-біріне жақындастырады дейді. Ал жақындасу үшін не істеу керек деген кезде альфа ұрпақ болсын, X ұрпақ болсын, өзінің атасының, әкесінің несін, психологиясын білу керек. X ұрпақ қандай? Және оған білу арқылы эмпатия таныту керек та. Оны түсіне алу керек. Эмпатия түсіну ма? Эмпатия деген халіне кіру ғой, солардың халіне кіру. Олардың заманы қандай болды? Олар соғыстан кейін болды. Олардың заманында жоқшылық болды. Содан қалып қалған психология. Енді біз қазіргі альфа ұрпақтарда бәрі тоқшылықта болып отыр ғой. Енді бұлардың жалпы мен жаңа айтып өттім ғой, Инстаграмға неге iPad шыққан кездегі тәуелді. Бұлардың мықты жақтары, бұлар жылдам ойланады дейді да. Бұлардың экологиялық білімі мықты болады дейді. Бұлар өте сезімтал болады дейді. Хабарды тез жеткізеді дейді. Бір уақытта бірнеше жұмыстарды атқара алады дейді. Бұлар қазіргілер. Біз мысалы үшін Инстаграм аккаунт ашу, сотканы андай-мындайлардың бәрін тез жасай алмаймыз да. Оларға берсең тез жасап бере салады да. Енді олардың әлсіз тұстары, олардың ойлары шашыраңқы дейді. Зейіндерін көп жағдайда бір нәрсеге шоғырландыра алмайды дейді. Ақыл айтқанды ұнатпайды дейді. Олар әке-шешесінің өзімен тең дәрежеде сөйлескенді қалайды. Олар ұстазды бұрынғыдай ұлы тұлға деп санамайды. Ұстазды кәдімгі өзінен жасы үлкен аға, ақыл айтатын, сондай кеңес беретін адам ретінде қабылдайды дейді. Сонымен бірге бұларды таяқпен қорқыта Бұларды тәтті беріп оқыту керек дейді да. Енді алдау деген жалпы өзім сол алдау деген сөзді, термин сөзді қолданғым келмей жүр да. Кеше бір мектепте бір өзіміздің бір жиналыс болып қалды. Сол жиналыста бір мұғалім айтады, балаларды алдап оқыту керек қой, алдап тәрбиелеу керек қой деймін. Айтамын, алдау деген ол өтірікшілік деймін да. Алдаудан да басқа сөздер бар ғой. Шын жақсы көр, шын оны кәдімгі жан дүниесіне кіріп, немесе өзің бір қызықтырып, өзің бір сөйтіп барып жаңағы оқытшаш деп жатырмын да. Оларды алыс болашақпен қорқыта алмайсың дейді. Альфа ұрпақта алыс болашақпен. Бізде баяғыда оқымасаң ертең аштан қаласың деп қорқытушы еді ғой. Ал енді бұларды болашақта не күтіп тұр деген сұрақ туындайды да. Бұлар техникамен, технологиямен жарысу күтіп тұр екен да. Бұларға қиын шын мәнінде. Биыл президентіміз білім беру жүйесінде жасанды интеллектіні білім беру саласына енгізу деді ғой енді. Енді ол жасанды интеллекттің біз енді оны меңгеруіміз керек. Бізде енді сотқа шыққан кезде де баяғыда ең алғаш газ кірген кезде, свет кірген кезде менің атам бірнеше жыл соны кіргізбей қойған екен, өліп қаламыз деп қорқыпшы. Бірақ сол сияқты бізде мынау әртүрлі жаңалықтар еніп жатыр ғой. Жаңалықтардың бәрін біз енгізуге қорқамыз да. Бірақ бұл жасанды интеллект деген соңғы енді қазір 21-ші ғасырдың мынау түсініксіз әлемнің бір несі болып тұр. Бұны меңгермесе тағы да болмайтын болды да. Бұл жерде енді бұл жасанды интеллектпен жарысу керек, эмоционалды интеллектісі жоғары болу керек. Бұлар не күтіп тұр альфа ұрпақта? Бұдан кейін бұл альфа ұрпақтың бір ерекшелігі, бұлар өздерінің өмір сүруінде 4-5 мамандық спокойно деп орысша айтып қойдым ба? Еркін түрде емін-еркін ауыстырып кете алады. Біз сияқты жабысып отырмайды. Және мен бағана айттым ба, айтқан жоқ ма, бұлардың өмір сүру жасының ұзақтығы да 100 жасқа дейін болады деген болжам бар. Сонымен бірге бұларды енді өте қиын нәрсе, үздіксіз білім алу тенденциясы күтіп тұр дейді. Тоқтауға болмайды. Қалып кетеді. Көштен қалып кетеді. Біз деген, сіздер деген бұрынғы алған білімдеріңізді қазір уже білімдеріңіз сарқылып жатыр. Бірақ неше жыл пайдаланып үлгердіңіздер. Ал қазіргілер 30 жыл, 50 жыл болатын болса, қазір 1-2 жылда ол білім жоқ болып кетіп жатыр қазір. Сол себептен жаңалық шығып кетіп жатыр да, ауысып кетіп жатыр. Ұйықтап жатса қалып кетеді. Сол себепті күнделікті бұларға одан бетер қиын бір шетінен. Және бұлардың психологиясы да оған дайын сияқты негізінде. Не істеу керек еді? Не істеу керек? Ұстаз сен түсініп отырсың. Ата-анаға не істеу керек берді? Ата-ана
Бізде енді осы жерде бір нәрсе айта кетейінші көке. Мен енді қазір білім беру жүйесіне келе жатырмыз біз. Мектепте бізде биыл адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы деген бағдарлама шықты. Ол бағдарламаның шыққанына біртұтас тәрбие бағдарламасы 2023-тен бастап шыққан. Президентіміздің құрылтай жиналысында қоғамда болып жатқан проблемаларды көрсете отырып, солардың шешу жолдарын құндылықтар арқылы тәрбиелеу деп шешу жолы арқылы 3 жыл болған, биыл аты өзгеріп адал азамат деп өзгертілді. Сол жерде осы біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілгелі бері бізге үкімет мектептерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтар ашылып жатыр. Ашылып қойды, бәріміздің мектептеріміз бар, керемет қылып жабдықтағанбыз кәдімгі демеушілердің көмегімен. Ол не нәрсе? Біз ұстаздар соңғы болып жатқан жаңалықтарды, психология, бала тәрбиесі, балалардың ерекшеліктері, бәрі. Соны біз өзіміздің жоспарға сәйкес жоба ғой ол да. Ата-аналарды жиі шақырып тұрамыз, сынып-сыныппен шақырамыз, жалпылама шақырамыз. Кеше де үлкен ата-аналар жиналысы болды. Сол жерде осы соңғы болып жатқан білім берудегі трендтер, бала тәрбиесін қалай тәрбиелеу керек, қазір альфа ұрпақпен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. Соның бәрін біз енді оқытып жатырмыз деп айтпай-ақ қойын, мүмкін шамына тиіп кететін шығар, сендер бізді оқытасыңдар ма деген сияқты. Біз соларға қолдау көрсетіп, өзі аты айтып тұр ғой, ата-аналарды педагогикалық қолдау. Яғни үш жақты білім ғой енді. Ата-ана, қоғам, мектеп, ұстаздар бірігіп баланы тәрбиелеу. Оған енді ата-ана жақсы, ата-аналар, әсіресе жастар. Келгендер, кеше ғана әлеуметтік желіге жарияладым, көп ата-аналар кеше келмейтін ата-аналарды әртүрлі жолдармен мектепке келтіруге тырысамыз ғой. Келтірген уақытта бұрынғы замандағыдай енді суретке түсіріп, бүйтіп қойып жібере салмаймыз қазір. Барынша дайындаламыз біз. Бір титтай болса да құнды дүние алсын деген сияқты. Ата-аналар өте риза. Келгендеріне қуанады қазір. Кеше кетіре алмай қойдық, 2:30-да басталған, 5-6-ға дейін жүріп алды. Жүр мектепті аралап жүр, сөйтсек күліп жатырмыз. Себебі айтып отқаным, ата-ана араласпай бұл тірлік оңбайды ғой, бұл нәтижелі болмайды. Енді айтады ғой, 100 мектеп біріксе де бір әкенің тәрбиесін бере алмайды дейді ғой. Біз енді мына жерде қанша, мен бағана басында айтам деп едім, баланың, Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деп адамды кірпішке теңесе, сол кірпіштің саны мен сапасы 3-5 жаста отбасында қаланып қойды екен, жасалынып қойды екен. Сол кірпішпен біз мектеп ары қарай жұмыс жасаймыз, тәрбиелейміз, дағдыларды, қабілеттерді бәрін игертеміз да, сөйтіп тұлға тәрбиелеуге жұмыс жасаймыз да біз. Енді мен енді бір қатты әрі таңданып, әрі риза болып отқан бір жағдай бар. Мынанша конспект жазу енді оңай емес. Енді мұсылманбыз ғой. Құранда Алла тағала ең бірінші иқра деп түсірді ғой, оқы деді ғой. Иә? Және қалам деп келеді, қаламмен жаз дейді. Сонда мына қызығып отырмын, риза болып отырмын. Білімді жеткізу үшін білімді алу керек. Негізінен не кітаптар оқисың? Мына конспектті, блокноттарды көріп отырмын да. Берік аға, сен баланы оқыту үшін дейді да, сен өзің оқушы болуың керек бірінші дейді. Мен өзім кітапты оқуға, жалпы адамдардың көбісі расымен де айтқан кезде кітап оқысы келмейді ғой. Жалпы мына дүние жүзіндегі адамдардың, енді осы статистикаға мен оншама құмар адам емеспін да, 95-те 5, 80-де 20 деп бөліп жатады ғой. Бірақ адамдардың көбісі оқымай бай болғысы келіп, оқымай бақытты, күшті өмір сүргісі келеді екен да. Бір коучты тыңдап. Бірақ кітап бұл қол жетімді білімнің ең арзаны дейді да. Кітап қол жетімді білімнің. Ол неге? Осыны бір оқушылармен басқа бір мектепке барып бір тренинг өткен кезде бір оқушы, сіз неге үйтіп ең арзаны деп айтасыз, кітап деген ең қымбат деп менің сөзімді түсінбей жатыр да. Пафоспен сөйлеп жатыр ғой. Мен айтам да, сен қазір анау бизнес тренерлердің курсын сатып алу үшін 50 мың, ең арзаны 50 мың. Ең қымбаты 1 миллион, 3 миллион кете береді бағасы. Бірақ сен бір құнды дүниені алу үшін
бір кітап 5.000 сомға 7.000 сомға кітап алсаң, мысалы үшін Вавилондағы ең бай адам деген кітап бар да, қаржы сауаттылығына қарсы өте күшті кітап. Ол кітапты оқысаң, қарапайым ғана түсіндірілген. Баяке кедеяке деген кітап бар онда. Енді осы жерде айтқым келгені, адамның басында қандай бір проблема болады, сол проблема оны сол салада мықты қылып шығарады екен да. Сен көп нәрсе сол бір проблема бола беретін болса, мендегі проблема сол кітап оқуым келмеген болған ғой басында негізінде. Бірақ бейімделдің, иә? Бірақ өзіңді қинадың ғой. Өзімді қинағанда басында айттым ғой мен сізге. Басында оқушыларға бірдеңке айту керек қой. Оқулықты оқисың, одан кейін кітап оқи бастайсың. Бірте сен білім ала бастаған сайын сен ағара бастайсың ғой. Жан дүниең рахаттана бастайды. Ол балаға айтқан дүниеңді бала қабылдап, содан бір ләззат алған кезде, қуанған кезде, сен баладан бетер қуанасың. Сен өзіңнің бір іс тындырып жүргенді білесің да, сөйсің да одан бетер, мен ертең одан бетер де айтайыншы деген сияқты сондай бір адамда бір өзінде бір мотивация пайда болады ғой. Мотивация пайда болады. Алдыға жүру деген. Алдыға жүру деген. Енді жалпы қазір Қазақстанда бір кітап оқу деген бір тенденция, иә. Науқан дейміз бе, не дейміз енді? Болып жатыр, жақсы. Жақсы әйтеуір, мейлі. Енді бір неде болдым мен, мектепте болдым, мені шақырды. Сол жерде лекция оқыдым. Тәрбие туралы, жаңағы отансүйгіштік туралы, кәсіп туралы деген сияқты. Сол жерде менің лекциям біткеннен кейін, аға енді сізге бір өтінішіміз болып тұр. Біз қазір мына оқушыларға сыйлық тапсырамыз. Не сыйлық? Маған айтқан жоқ ол, маған сыйлық болды да. Сөйтсем, бір кітапты оқуға беріпті, есімде жоқ қай кітап екенін. Сөйтіп, бір айда балалар оны оқыған. Жоғарғы класты балалар ғой енді. Сөйтіп, соның түсінігін шығарма ретінде жазып, оқығаннан түсінгенін. Сөйтіп, соның ішіндегі жаңағы жүлде ағандарына жүлде тапсырды. Ол жүлде әжептеуір. Кәдімгідей велосипеді бар. Бірінші орынға жаңағы анау тоқпен жүретін еді, скутер ма, велосипед, бір сотқы сияқты, бірдеңе сияқты, бәрі көп адамға сыйлық берді. Керемет маған ой келді. Мынау керемет мәселе екен, көтеретін мәселе деп. Және ол қазір болып жатыр. Енді сонда айтайын деп отқаным, кітап оқу ғой. Мысалы кезінде біз бала кезде өлеңдерді оқыдық, ақындардың өлеңдерін қоймай, өнен кейін баяғы мен тарихты көп оқыдым. Марғұланнан бастап Салғарин өзіміздің жаңағы, өнен кейін барып жаңағы Радлов, Аристов, Гумилев деген сияқты ой жапон жазушыларының, Қытай жазушылардың әйтеуір тарихқа қатты кірдім. Енді қазір ойлаймын да, сол кітаптар мен үшін пайдалы ма, пайдасыз ба деп. Әдебиеттер, совет, қазақ жазушыларының Сәбит Мұғановтан бастап, Құдай-ау, өнеге Хамингуйға өтіп кеттім, Достоевскийға өтіп кеттім, Булгаковқа өтіп кеттім, орысшада әдебиеттер оқып. Қазір қарап тұрсам, солардан маған бір ешқандай пайда жоқ сияқты да. Мен оларды өмірімде қолданамаймын. Я ақыретіме пайдасы жоқ. Босқа кеткен күш қуат па, энергия ма деген біреулерге мүмкін менің мына сөзім ұнамайтын шығар. Сол кезде бізге мына кітапты оқы дейтіндей бір ұстаным болған жоқ, ақыл айтатын. Мүмкін ондай ұсыныста болған жоқ шығар ондай кітаптар. Қазір Құдайға шүкір ақпараттың заманы, өзің сияқты мына кітапты оқысаң дұрыс болады деген ұстаздар бар. Не дейсің? Не оқу керекпіз? Пайдасы жоқ. Мысалы тарих өзгеріп кетті. Мен оқыған тарих ол жалған тарих болып шықты. Мен оқыған совет кезіндегі ана уақиғалардың барлығы түкке пайдасы жоқ оқиғалар екен. Ана жазушылардың ойдан құраған бір әйтеуір советтік кеңестік идеология қатысты бір өнімдері өміріме пайда тиген жоқ. Мен ойлаймын да, соның орнына бір психологияны оқысам, бір кәсіпке қатысты, бизнеске қатысты бір кітаптарды оқығанда, білмеймін, бір ақыретке қатысты, осы дүниеме пайдалы болатын кітаптарды оқығанымда, мүмкін мен қазір бір басқа тұлға болар едім деген бір. Енді кітапты оқу бәрібір миды жаттықтырады ғой. Миды жаттықтырады. Және бұл кітап оқитын адам дейді да, кітап оқудың бір ерекшелігі, біз қазір өте жылдам, қарқынды, өзгермелі сондай заманда өмір сүріп жатырмыз да. Бәрі жылдам болу керек. Бәрі дүниеде жылдам бола салу керек, оқуды да жылдам бітіре салу керек, балалы үйленсек тез балалы бола салуымыз керек деген дүниелер бар да. Бірақ кітапты оқу сол адамды бір шетінен табандылыққа, шыдамдылыққа, сабырлыққа алып келеді екен да.
Жоқ, мен сұрайын деп Аха, жатқаным. айтайын деп отырмын, оған келейін деп отырмын қазір. Миыңыз жаттықты бәрібір. Енді кітаптың өзі көке, сол кездегі кітаптар сол заманға қажетті, дәл сол кездегі кітаптар етін. Енді қазіргі заманда, қазір мынау өзгермелі әлемде, қайта-қайта айтып отырмыз осы сөзді. Сол кітаптардан көрі қазіргі шығып жатқан кітаптарды оқыған маңыздырек. Бірақ ол кітаптарды оқыма деген сөз емес. Ол кітаптарды біз, ол руханият айтады ғой, асыл кітап асыл кітап болып бөлінеді дейді. Адал кітап болып бөлінеді дейді. Адал кітап деп отқанымыз діни кітаптарды айтуымызға болады. Асыл кітап деп руханият, қазақ әдебиеті классика ғой енді. Одан кейін дәрі кітап, дәрумен кітап дейді да. Дәрі кітап деп отқаныңыз дәл керек кезіндегі сіздің проблемаңыз шешіп беретін бір кітап. Оқисыз да түсінесіз болды. Бизнеске қатысты болсын, басқаға қатысты болсын. Ал дәрумен кітап деп отқанымыз ол сіздің рухани иммунитетіңізді қалыптастырады, интеллектіңізді қалыптастыратын сондай кітаптар да. Енді қандай кітап оқиды деген кезде, ана менің қызым бар, Мери деген қызым бар, сол айтады, мен барлық кітаптарды оқи беремін дейді. Мен өзім де кітапты, қазір өзімнің саламда өзіме қатысты кітаптарды көп оқып жүрмін. Енді біраз жыл діни кітаптар оқыдым, одан кейін психологияны оқи бастадым, одан кейін бала тәрбиесі, ата-аналарға қатысты дүниелер. Енді өзім тарихшымын, енді тарихи кітаптарды енді оқыдық қой енді. Сол сияқты енді мен айтайын деп отқаным жандос. Мен бала кезде кітапқа құмар болдым. 6 класстан ба, 7 класстан бастап. Фантастика кітапты да мен жаңа Мериді бастадым. Фантастика, иә, ол да керек. Ол да керек. Ойды дамыту үшін. Бірақ абай айтады да, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілден кешірмедім. Енді соны айтқан абайды оқып отсаң, ол жерден пайда аласың. Қара сөздерін оқысаң да, өлеңдерін оқысаң да, бір рухани байлық аласың. Оны тереңдеп оқысаң, кәдімгі екі дүниеңнің пайдасын аласың да. Енді атын атамай-ақ қойып, мүмкін біреулерге ұнамайтын шығар, трилогияларды оқыдық та. Бір жазушы ойдан бір тұлғаны жасағанда соның өмірі. Енді ол қазір қарап тұрсам, оның қолдан жасаған, ойдан құраған біреуге қатысты бір өмірді суреттеу менің ол 1 айлық, 2 айлық уақытымды ақ қойды да. Мүмкін соның орнына мен бір ғылыми, пайдалы кітап оқығаным дұрыс болар ма еді, иә? Мен осыны сұрап отырмын. Мысалы, сен ұстаз ретінде, кітапты оқыған азамат ретінде, сен не ұсынар едің? Мен ең бірінші ұсынатыным қарым-қатынасқа қатысты кітап оқу. Психологияға қатысты, бала тәрбиесінен, мен енді педагог болғандықтан сол дүниені айтып отырмын. Мен сіз оқыған кітаптарыңды айтып отырсыз ғой. Соны айтар едім мен. Қарым-қатынасқа қатысты кітаптар өте көп. Енді батыстың кітаптары, Дейл Карнегидің өзі қарым-қатынас жағынан дос табу және адамдарға ықпал ету өнер деген кітап жазған. Өзінің досы болмай өткен дейді да. Мен оған елдер айтады, оның досы болмаған екен ғой. Мен айтамын, ондағы проблема сол болған деймін. Сол проблеманы жазды. Ол кімде проблема көп болады, мықты болады, сол саланың маманы болып шығады ғой ол. Енді мына жерде мынандай бар, жаңағы аға. Кітап, біз айтамыз ғой, кітаптан білім аламыз дейміз ғой. Ақпарат аламыз дейміз ғой. Көбінесе ақпаратты біз оқулықтан, білімді оқулықтан алады екенбіз да. Ал кітап адамға не сыйлайды деген кезде, кітап адамға эмоциялар сыйлайды екен, сезімдер сыйлайды екен. Сондай көңіл күйін, жан дүниесін жаңартады екен, нұрландырады екен да. Енді осы жерде тағы да бір кітапқа қатысты бір өте айтатын көп дүниелер бар. Американдық философ Элвин Тофлер деген бір кісі бар. Сол кісінің бір мынандай айтқан сөзі бар. 21 ғасырда сауатсыз адам деп оқуды жазуды білмейтін адамды айтпайды дейді. Біз енді мынау 20 ғасырда 24 жылы сауатсыздықты жою деген бір кеңес үкіметінің бір несі болды, бағдарламасы, жобасы болды ғой. Бәрімізді сауаттандыру деген ше. 100 жыл бұрынғы. Дәл 100 жыл бұрын. Проблема емес қой. Қазір бәрі оқи алады, бәрі жаза алады ғой. Бірақ жаңа Элвин Тофлер деген кісі айтып отыр, мен сонымен өте толықтай келісемін. Қазіргі замандағы сауатсыз адамдар дейді, олар кітап оқымайтындар дейді. Оқуын ары қарай қайтадан жалғастырмайтындар дейді. Білімді тұрақты түрде алмайтындар. Тұрақты түрде алмайтындар. Яғни өмір бойы білім алмайтындар, солар сауатсыздар деп отыр да. Кітап оқу емес.
Білім берудегі айтылып отқаны. Кітап оқуда бар, білім де бар. Енді мен енді осы кітап оқуға қатысты қайттан бір ақтағым келетін бір тұс бар. Енді елдің бәрі кітап оқи алмайды көке. Оны мойындауымыз керек. Мектепте бізде оқуға құштар мектеп жобасы бар. Ол өз жұмысын тәмамдап, оқушы кітап оқитын балалар деген жоба іске қосылып жатыр, жаңа тәрбие бағдарламасының аясында. Енді балаларды кітап оқудың бар несін, жаңа шараларын біз өзімізше жаңа жасап жатырмыз, қолымыздан келгенше жасап жатырмыз. Бірақ осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды да, кітап оқымаса не болады деген. Кітап оқымаса не болады? Кітап, мысал үшін қазір Яндекс.Го деген ба, Тугис деген ба, бір не бар ғой, приложение бар ғой. Қазір жастар әсіресе үлкен қалаларда қарайды да, сонымен тауып бара береді. Кітап деген біздің Яндекс сияқты карта ғой. Кітап болатын болса, проблемаң шешілді, мәселелерің шешілді. Одан кейін кітап оқымайтын адамның рухани әлемі өте таяз болады екен. Оның әңгімесі жеңіл-желпі әңгіме болады да. Бір қонаққа барған бір жерге. Сол жерде біреусі жылқысын бастады, одан тауығын айтты, қойын айтты, сон шыққаннан кейін біз енді бір жақсы әңгімелер айтылады ма деп сондай немен барып едік, сондай бір орта болды. Сол сияқты кітап оқымаған кезде сондай болады. Және кітап оқымаған адамның бұл азаматтық позициясы болмайды. Көзқарасы қалыптаспайды. Мысал үшін, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның деген Абайдың сөзі бар ғой. Ал өзінде бір нәрсе болмаса, онда варианттар болмаса, ергіш болады ғой. Ергіш болуға әрине. Енді онда нұсқа жоқ. Иә, дұрыс. Мен бір күні қызық болды, жаздың күні шай каникулда көшеге шығып отырдым, ішім пысып, жұмысым жоқ. Сөйтсем, өзімнің досым бар, Әділ деген. Сол мәшинемен өтіп бара жатады да, тоқтайды ғой, амандасып маған. Не қылып отырсыз? Әшейін отырмын. Кеттік, мініңіз дейді. Сонымен бірге барам да, сонымен бірге мәшинесіне мініп алам. Ол бір жылқыларды тасуға бір жаққа барады. Сонымен бірге жүріп, жылқыларын тасып, жарты күн сонымен бірге жүріп, қайтарда бірақ үйге балық алып қайттым. Енді әйтеуір, құр үйде айтады, көшеге шық, ризығыңды табасың деген бар ғой. Құр болған жоқ. Бірақ қайтарда Әділ досыма айтам ғой, мақсаты жоқ адам, мақсаты бар адамның жетегінде кетті ғой деймін. Сенімен бірге жарты күн жүрдім ғой деген. Сол сияқты бұл жаңағы досыңды көрсет, кім екеніңді айтам деген әңгіме ғой. Мақсатты адам келесу керек қой. Мақсатты. Болмаса қазақ айтады, ұлың жақсы болсын десең, ұлы жақсымен көрші бол, қызың жақсы болсын десең, қыз жақсымен көрші бол дейді да, ортаға байланысты нәрсе ғой бұл. Сол сияқты кітап оқитын білімді адам, ол ыңғайлы адам болмайды. Ол елдерге ыңғайсыз болады. Ол бәріне көне салмайды. Ол сыни ойлайды. Ол анализ жасайды. Анализ жасап барып қорытынды шығарып отырады. Және ол қорытынды шығару елдің бәріне ұнай беруі мүмкін емес. Өзінің көзқарасы бар, өзінің пікірі бар. Ойлана алады. Өте жақсы нәрсе негізінде. Енді осы жерде бір қазір аяқтап қалдық. Осы жерде бір кітап қой енді бұл. Білімнің бұлағы кітап оны. Бәріміз мойындаймыз. Елдер түсінбей қалмасын, кітап оқымады деген бір неге шақырып жатыр деп, жағдайға шақырып жатыр деп. Енді кітапқа қатысты бір бүкіл әлемді өзгерткен бір оқиғаны айтайын. Мынау 17-ші ғасыр ма енді, мен қателессем кешіріңіздер, Еуропада кітап басатын ыстана ойлап тапты ғой. Оған дейін кітап қолмен жазылатын. Кітап жазатын кәдімгі каллиграф дей ма? Сондайлар ислам әлемінде көп болды. Енді ислам әлемі дамыды. Осман империясы ислам әлемінің тұтқасы, жарты әлемді билеп тұрған ғалымдар шықты. Бүкіл астрономияны алайық, математика, қандай ғылымды алсаң да, оның басында ислам тұр ғой енді. Ислам ғұламалары, ғалымдар, сөйтті де олар бір кітапты жазады. Бір адам бір кітапты бір жыл жазуы мүмкін, Ол кітап санаулы. Оны бір ғалымдар ғана қол жетімді. Ол басқа ғалымдан келіп ана кітапты оқып кету үшін ол енді үлкен проблема. Енді Европа ол кезде әбден қалып кеткен бір ел еді, бірақ оларда кітап санауын ойлап тапты біреу. Сөйтті де ислам ғалымдарының еңбектерін өздерінің ағылшын тіліне аударып кітап шығара бастады.
Енді ол кітап станокпен шыққаннан кейін сағатына бірнеше кітап, күнде бірнеше кітап шығып отқан деген бір мысалы, бір айтайық, бір жаңағы әлем тарихы деген кітапты аластайық, иә, мысалы, болмаса бір математика, иә. Сөйтті да ол қолжетімді болды елдің бәріне. Сөйтіп жалпы халық кітап оқи бастады. Сөйтті да Оксфорд сияқты, Кембридж сияқты университеттер ашыла бастады. Кітап көп қой. Студенттер жинай бастады. Енді сол кезде Османның императоры, қай император екенін қайдан, бір уәзір келеді да ұсыныс жасайды. Мына жақта кітап станогы басылып жатыр екен, шығарылып жатыр екен. Соны алсақ деген кезде жаңағы Османның сұлтанының қателігі айтады ғой. Біздің жаңағы империямызда 80 000 кітап жазатын каллиграф бар дейді. Олар жұмыссыз қалады дейді да. Сондықтан да станокты алмаймыз, аналар жұмыссыз қалмау керек дейді. Осының кесірінен, осының себебінен ислам әлемі Европадан қалып кетті. Яғни Европаның алдыға шығып кетуіне ең бірінші кітап себеп болыпты. Біздің артта қалуымызға тағы да кітап себеп болды. Сондықтан да кітаптың өте құнды зат екені, кітаптың үлкен бағалы зат екені, оған дау жоқ. Енді соңғы сұрақ. Сені қазір ел тыңдап отыр. Иә? Не бір адамға ұсыныс болу керек қой? Сен кітап оқисың. Не кітапты ұсынар едің? Мен психологиялық кітаптарды оқыдым да. Одан кейін қаржылық сауаттылық жайлы өкітіп кітап оқыдым. Оның алдында бағана айтып өттім ғой, қандай кітаптар оқығанымды. Енді қазір, дәл қазіргі оқып жатқан кітабым Ғажайып деген бір кітап оқып жатырмын. Бір инклюзив бала дейді ғой. Енді құбыжық бала туралы. Сол кітаптың жартысына келіп қалдым. Ол кітапты не үшін оқып жатырмын мен? Мектептің кітапханасында бар. Ол бала, 10 жастағы бала, 10 жасқа дейін 27 рет операция жасаған. Мынау жағы жоқ та, аузын сілекей ағып отыратын. Сол баланың 10 жастан бастап операциясы 2 жылға тоқтайды. Сөйтеді да, ата-анасы оны мектепке алып келеді. Үйден оқытатын бала ғой былайынша енді. Сол мектепке келгендегі ол баланың жан дүниесі. Одан кейінгі ол балаға мектеп әкімшілігінің қарым-қатынасы. Ол балаға сыныптастарының қарым-қатынасы. Жалпы ортаның қарым-қатынасы. Ол кітапта одан кейін мынандай нәрсе жазылады да. Огуст деген бала жайлы жаңа кітап. Енді мектептің мұғалімдері оны оқу керек, әрбір ұстаз оқу керек, әрбір ата-ана оқу керек. Ана жерде ата-ананың атынан сөйлейді бір уақытта кітапта. Бір қарасаң, баланың атынан басталады, бір қарақта баланың әпкесі бар. Соның атынан сөйлетеді. Мұғалімдер тарапынан қандай подход болды? Енді ананы оққан әрбір ата-ана, әрбір педагог, әрбір бала шүкіршілік артады. Және баламен қалай жұмыс жасау керек екенін біледі да. Сол сияқты енді мен қазіргі таңда енді айтуға болады деген кітапты оқып жатырмын. Одан кейін қаржы қағидалар деген Данияр Жігітбектің кітабын оқып жатырмын. Ғажайып деген кітапты оқып жатырмын. Тағы да қандай кітап оқып жатырмын? Енді кешке жақын оқитын өзім Құран кәрімді оқимын. Менің әдетімде мынандай бір әдет бар екен, көке. Мен 4-5 кітапты қатарынан оқимын. Өзім огород істеймін ғой, енді ауылдық жерде тұрамыз ғой біз. Огород істеген кезде мына жердің шөбін шауып атамын да, шаршап кетсем ана жердің шөбін шабатын әдетім бар да мен. Тура сол сияқты. Соны мен бір қателік деп ойлап жүргем өзім. Неге мен үйтем? Мына кітапты оқып жатып, оны қойып, біраз уақыт бір демалып келген кезде ана кітапты оқимын десем. Сөйтсем өткен жолы бір подкаст тыңдап отырсам, ол өте жақсы нәрсе екен. Және менің кітапты үзіп оқуымның бір несі бар да, бір қызығы бар. Кітаптағы екі абзацтың ортасындағы бос орын маңызды дейді да. Менің жаңағы үзіп 5 бет қана оқи салып, 2 бет қана оқи салып, өзімді қинамай. Соның менің сол кітаптың ішіндегі дүниелерді сіңіріп бойыма, оны блокнотыма түртіп алып, ертесіне оқушыларыма айтып беріп, одан кейін мұғалімдеріме айтып беріп, сол нәрсе менің сол кітаптағы дүниелерді, керекті, құнды дүниелерді бойыма сіңіруіме әсер етіп отыр да.
жалпылама енді көркем әдебиеттерді жалпылама қызығып бір түнде екі түнде оқып тастауға болады ғой. Мен соңғы кезде көркем әдебиетті оқып жүрген жоқпын. Неге? Себебі бос біреудің тағдыры, біреудің өмірінен көрі шын мәнінде қазіргі заманға қажетті балаларыма да сол қаржыға қатысты. Себебі біз қаншама рухани әлеміміз бай болғанмен біз материалдық әлемде өмір сүріп атқандықтан қаржыға да қатысты, қарым-қатынасқа да қатысты енді сондай кітаптар оқимыз да. Енді осы жерде бір тағы айта кететін бір дүние, кітап деген бұл араб тілінен алған кезде китап деген мағынаны береді екен, жинау деген мағынаны береді екен. Кітап жазушы үшін ол бүкіл ақпаратты бар дүниелердің бәрін жинастырып жинау болып саналады екен да. Ал кітапты оқушы үшін ол оқу арқылы өзіне рухани азық білімді жинайды екен да. Енді тағы да бір айта кететін дүние, енді кітапқа қатысты түйіндейін деп отырмын. Елдің бәрі кітап оқығанды жақсы көре бермейді. Бағана айтып өттік қой, әлемде бәрі кітап оқымай мықты болғысы келеді деп. Кітап оқымайтындарға бір кеңес бергім келеді. Қазір барлық адамның қолында смартфон бар. Қазір сондай дамып кеткен әлемдік бестселлерлердің бәрі, әсіресе батыстық кітаптардың бәрі соңғы жылдары өте бір қарқынды түрде қазақшаға аударылып, әлемдік Шоқан Уәлиханов айтқан 19 ғасырда айтып кеткен, болашақта біз батыстық білімді алмасақ, біз алға қарай жылжи алмаймыз деп айтып кетті ғой. Сол сияқты батыстық білімнің бәрі келіп жатыр, психологиясы бар, басқасы бар, бәрі бар. Аудио кітаптар шығып жатыр қазір. Сіз малшы болсаңыз да, сіз тракторист болсаңыз да, сіз таксист болсаңыз да, сіз қандай үйде отырған ана болсаңыз да, аудио кітапты құлағыңызға салып аласыз да, немесе сотыңызды қойып қоясыз да, тыңдай бересіз. Енді мұғалім болмағандықтан елдердің жазу дағдылары қалыптаспаған шығар, бірақ одан кейін қазір осы подкаст деген дүниені мен өте қатты ұнатамын. Неге? Себебі подкастқа келетін адам, шақырушы адам екінің бірін шақыра бермейді ғой подкастқа. Бір айтары бар адамдарды шақырады да. Ол адам 10 кітап оқыды ма, 100 кітап оқыды ма, өмірлік тәжірибесін бар, енді подкастқа келіп тұрғаннан кейін ол да жауапкершіліктегі адам ғой. Ол бар дүниесін анау курста сатқан дүниелерін тегін беріп қояды да, подкастқа шақырған кезде. Сол бір сағаттық подкасттың өзінен өмірлік азықты алуға болады. Осындай бір жолдары бар да білім алудың көздері өте көп. Ал Жандос бауырым, мен өзіңе бір сыйлық жасайын деп отырмын. Рахмет. Мынау өзі табиғатта ғой бүкіл шипа. Иә? Осы табиғаттың өнімдері, ауыл эко өнім деген өзімнің брендім. Бағана бренд деген мәселе келді ма? Туған жердің топырағы да шипа, жапырағы да шипа. Осы мынау жантақтың шайы. Мұны саған өте қажет. Ұстаз болу оңай емес. Давление көтеріледі ғой, қан қысымы, иә? Иә. Мұна қан қысымын қалпына келтіретін. Өте шипалы жүр. Осыны ұсынайын. Өзімнің атымнан бренд, осыны шығарып жатырмыз қазір. Өнен кейін аяқтарың талады, иә? Буындарың қақсайды ғой, иә? Оқушылардың алдында күнімен тұру. Мұна буынға ем. Күш қуат беретін, күш қуат керек сендерге. Адамның иммунитетін көтеретін, әлсірегенде күш беретін жіліктің майы. Бұл кәдімгі таза, табиғи, қолдан жасалған коллаген. Қалай пайдаланамыз? Ананы кәдімгі шай қып демдеп іше бересіз. Мынаны тамақ істейсіз. Нанға жағып майдың ретінде жоқ, май ретінде нанға жағып жей бересіз, дастарханға қойып. Буындарға жағып, оны кәдімгідей орап тасса, мына кәдімгідей бір аптаның ішінде, бір 10 күннің ішінде кәдімгідей нәтижесін береді. Буынға суық тиеді, сондай бір нелер бар ғой. Жалпы иммунитет көтереді бұл. Коллаген деп тұр ғой. Жақсы. Аға, біздің мектепке берген бір сыйыңыз бар. Біздің мектеп жаңадан ашылғанда сіз келіп бізге не бергенсіз? Калифорниялық шылаушын. Сол шылаушынды бізде мектепте Green Energy деген экологиялық жоба бар. Сол жобада мұғалімдер сол сіздің берген кішкентай ғана шылаушаныңызды қазір көбейтіп
үлкен, мына жағы 10 метр, мына жағы 2 метр. Қалай енді мен есептей алмай отырмын. Иә. Сондай жерде қайттан оны одан бетер ары қарай көбейтіп жатырмыз. Алған сол жердегі жаңағы өнімді мектептің жаңа мектеп қой. Көгершіктендіру. Мектептегі гүлдеріміз бар, талдарымызға бәрін салып соны пайдаланып жатырмыз. Мен тек қана пайдалы нәрсе Сіз сіз ол кезде де пайда көрсеткенсіз. Мынауыңыз да пайдалы. Рахмет. Алла берекетін берсін ісіңіздің, кәсібіңіздің. Пайдалы іспен айналысайық. Рахмет.